Экранда көрсетілгендей өткізгішті тізбекте және де параллель жалғауды дәл осы бейнеде практикалық түрде көрсететін боламыз. Ең алдымен бізге керегі тізбектеу қосу үшін ең алдымен осына патрондар қажет. Одан бөлек жарық шамдар керек. Және осындай жіңішке өткізгіштің өзі керек. Мінекейіңіздер, ең алдымен осы патрондарды жинадық. Бір басы осылай жалғанады, екінші басы осылай жалғанады. Енді бұл жалғануды тізбекте жалғану дейміз, экрандағы көрсетілгендей. Яғни өткізгіштің бір соны менен екінші өткізгіштің басы екеуі тізбектелей жалғанады. Дәл осы сұлба бойынша. Мынау басына біз фазаны қоссақ, мына жақ басына біз нөлді қосамыз. Сол кезде бұл тізбектей жалғануды көрсететін боламыз. Тоқ көзіне қосар алдында міне қоңырменен көкті жалғаймыз. Бір басына фазаны жалғасақ, мынаны нөлға жалғанамыз. Дәл осындай сиздармен құрай саламыз. Ал енді жарық көзін қосамыз. Жалғап болдық, енді біз тоқ көзіне тығамыз. Тізбектей жалғап қостық. Мұның жарық шамы жанып тұр, екіншісі сығырайып тұр. Көріп отқандарыңыз. Енді бұл тізбектей жалғанудың екі минусын айтайын. Бірінші минусы, мысалға, тізбектей жалғанған кезде бір лампочкасы, сығырайып тұрған лампочкасы сөніп қалған жағдайда, жанып кеткен жағдайда, мынау екіншісі де автоматически өшеді. Бұл тізбектей жалғанып тұрғаннан кейін осы минустығы бар. Ал енді тағы бір сұрақ, мынау неге сығырайып тұр, неге мынандай жанбайды десеңіздер, оның тағы бір кемшілік тұсы бар. Осындай тесттер арқылы 750-ге қоямыз. Яғни бұл вольтты өлшейміз. Вольтты өлшейміз. Бізге тоқ көзі қанша келіп тұр, жаңағы кернеу қанша келіп тұр. В данный момент 175 тоқ көз келіп тұр. В общем айтқанда 180 кеп тұр ғой. 220-ның орнына 180 кеп тұр. Мен орналасқан жерде сондай кеп тұр. Бұл енді линиядан сондай кеп тұр. Ал енді жаңа минусы дәл осылай. Егер мынау жанып кететін жағдайда, мынау да жанып кетеді. Егер дәл осы кернеу 220 болған кезде мынау сығыраймай дұрыс жанар еді. Былай сығыраймай адам ұқсап жанатын еді. Ал енді параллель жалған кезде міне патронға жалғанады, екі ұшы, өткізгіштің екіншісі де екі ұшы жалғанады. Енді жаңағыдай фазасы болатын өткізгіштің, яғни кабелі дәл осы екеуін бір несіне жалғаймыз, фазасын жалғаймыз делік мысалға.
осылайша жалғаймыз. Ал екінші басымен екінші екі бастарын қосып енді обычно жалғаймыз ғой. Дәл солай жалғанады. Дәл осы жалғау негізі параллель жалғау деп аталады. Өткізгіштің параллель жалғауы. Яғни бір-біріне қарама-қарсы болады. Мысалға, екі өткізгіштің екі ұштары бір жерге байланса, екі ұшы бір жерге байланады. Жалғанады дегенім. Енді қосып көрген кезде тоқ көзін дәл осылайша жарық шамдар жанады. Бұған жаңағындай кернеуі екеуіне бірдей келіп тұр. Жаңағындай тізбектелу емес. Жаңа тізбектелу әуелі біріншісіне келсе, одан кейін екіншісіне келеді. Сол кезде мынау біреу сығырайып тұрды. Бұл кезде параллель жалғаған кезде екеуіне бірдей келіп тұр. Яғни кернеу бірдей келіп тұр. Сосын бұл жерде сығыраю болмайды. Енді тағы да жаңағындай тізбектеу қосқан кездегіндей біреуін өшірсе, мынау өшпейді. Сонда параллель жалғау жақсы тізбектей жалғаудан қарағанда.